Тазалық табалдырықтан басталады дейді халқымыз. Қаланы, ауланы үйді ретке келтіріп ұқып тастау санитарлық талап қана емес, мәдениет пен талғамның белгісі. Мұнайлы қаламызда 150 мыңға жуық халық тұрады. Онымен қоса қалаға қарасты Теңге, Рахат, Қызылсай, Кендірлі ауылдары бар. Қала мен ауылдағы көшенің тазалығына Тазалық С санитарлық тазалық мекемесі жауапты. Тазалық С жауапкершілік шектеулі серіктестігі 2018 жылдан бері Жаңаөзен қаласында тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысады. Мекемеде жергілікті халықтың 200-ге жуық тұрғыны еңбек етеді. 39 арнайы техника бар. Жаңаөзен мен оған іргелес жатқан ауылдардың тұрмыстық қалдықтарын шығару күн тәртібіндегі басты мәселе. Компания өз жұмысына кіріскелі бері ауылдарға және қалаға 1600 контейнер орналастырды. Қаладан күнделікті 130-150 тонна қоқыс қалдықтары тасып шығарылады. Көше тазалаушы, қоқыс жинаушы, қала көркін қалыптастыратын жандар. Бағдарламамыздың кейіпкері Жарасқан Бақтыбаев тазалық мекемесінде 11 жылдан бойы еңбек етіп келеді. Өткен жылдан бастап жүк тиеушісі қызметіне ауысқан. Көп балалы әке атанған Жарасқан Сапарбайұлының жұмысқа жеке көлігі болмағандықтан Қызылсай ауылынан Газель қоғамдық көлігімен қатынайды. Сонда да үкіметке не әкімшілікке жеке басының шағымын айтып көрмепті. Таңертең енді күнделік жұмыс 8 ғой. 8-де шығамыз, уақытында келеміз. Уақытта кешке жұмысқа ауылымызға барамыз, елімізге. Болды. Қызылсайдан қатынаймын. Жол кереймен келемін. Кешке 9-мен ауылға барамын. 21-ші жылдың тазалықтың осы грузчикке өттік. Осы жер сыпырушы едім бұрын. Осы істеп жүргенімізге. Енді шамамыз келсе бәрі ауылдың несі ғой, мусор ғой. Біз істеуіміз, біз несін алыс алу бізге. Көше тазалаушы, қоқысты көлікке салатын жүк тиеушісі кемсітетін кәсіп емес. Соңғы жылдары қаланың шырайы күннен күнге айшықтала түсуде. Ұлттық нақышта безендірілген үйлердің сырты, демалыс орындары көбейді. Осыдан 10 жыл бұрынғы Жаңаөзен мен қазіргі қаланың келбетін салыстыруға келмейді. Оған көше тазалаушылардың қосқан үлесі аз емес. Күн сайын қолына сыпырғы, күрек ұстайтын тазалық жанашырларының еңбегі ерен. Жұмысшылар шақырайған күннің, шытынаған аяздың, сіркіреген жауынның астында да жұмыс істейді. Ауа райының қандай қолайсыздығы болсын, тазалықшылардың жұмысы тоқтамайды. Алайда олар қала тұрғындарының тазалық мәселесіне мәдениетін көтеру керек деп айтады. Баласын қоқыс төгуге жіберетін кейбір ата-аналар арнайы жәшікке қоқысты апарды ма, болмаса аулаға көшеге қалдырып кетті ме, сұрамайтыны аян. Өкінішке қарай кейбір адамдар қоқысты кез келген жерге төгіп, тазалықшылардың еңбегін бағаламайды. Жанға бататыны тұрғындардың тазалыққа көзқарасының төмендігі. Кейде қолындағы умаждалған қағазын, сусынан босаған құтысын тастаған жастарға, кейде тіпті ересек кісілерге ескертсең, сендердің жұмыстарың емес пе, сол үшін айлық аласыңдар ғой, деп кемсітетіндер де бар. Біз барлық жағдайда өз жұмысымызды жауапкершілікпен атқарамыз дейді көше сыпырушылар. Шамамыз келсе бәрі ауылдың несі ғой, мусор ғой. Біз істеуіміз, біз несін алыс алу бізге. Басқа ештеңеміз жоқ. Тазалаймыз, осы қаланың үшін жақсы істеп жатқанымыз. Жанашырлық, қамқорлық әрбір адамның жүрегінде болса дейсің. Ұқыптылық санитарлық тазалық мекеме жұмысшыларына ғана керек пе? Тазалық С жауапкершілік шектеулі серіктестік көп салалы жұмысына қолдау көрсеткенде, тұтас қала халқы болып есептескенде ғана қаламыздың көрікті де кемел келбетін көруге мүмкіндік туады. Ол көңіл күйімізді сергітіп, сенімімізді шындайды. Болашақ жас буынның өз туған топырағына деген сүйіспеншілігін оятып, теңізге тамған тамшыдай үлесін қосарына да сеніміміз мол.